Замира біреудің ерке қызы еді. Мінезі де жоқ емес. Ол алғаш келін боп түскен күні-ақ енесіне ұнамады. Басын қақшитып, сәлемді де дұрыс салмады. Ақсаусақ қаланың қызы емес, шаң топырағы араласқан ауылдың қара қызы. Енді мына жүрісі не? Күлім алғашқы келіні болған соң, оған аналық мейіріммен қарап, білмеген нәрсесін түсіндіріп отыратын. Бүгін келіні ененің аузын жапты. Енесі келіннің құйған шайын ұнатпайды. Бүгін де қоюлап құй дей бергенде, қақсай бермеші демесі бар ма? Келіннің айтқан мына сөзі жүрегіне дік етіп қадалды. Тіпті не айтарын білмей қалды. Келін байқаусыз да аузымнан шығып кетіпті апа деп кешірім де сұрамады. Бақырайып қарап отырған келінге күлімде шап берді. Не деп отырсын? Енді өзіңіз ғой, қайта-қайта айта бересіз. Маған қарсы сөйлейтін болғансың ба? Апа, онсыз да шай қоюды білемін. Күлім ашуланып, кесесін төңкеріп сыртқа шығып кетті. Кесірлі келінге керегі осы еді. Көптен бері бәрін ішіне жинап жүрген. Анауың дұрыс емес, мынауың былай жаса деген сөздерден мезісі шықты. Замираның үйінде 3 қыз еді. Әпкелер де өзі сияқты шешені сыйламайды, әкені тыңдамайды. Бұл кезде Күлім апай есік аузында көзіне жас алып отырды. Келін болып түскеніне 2 айда болған жоқ. Мінезін көрсетіп шыға келді. Әрине, мұндай кезде аналар баласына ренжиді ғой. Үлкен ұлы еркін ақылды жігіт. Мынадай қыз оған қалай тап болғанын айтсайшы. Осыдан кейін ене мен келін бет жыртысып, ұрсысып қала беретін болды. Күлім басқа енелердей баласына келінді айтып салмады. Онсыз да жұмыстан шаршап келетін ұлының мазасын алғысы жоқ. Замира соңғы кезде үйдің жұмысын енесіне ысыра салатын болды. Етегіне жабысып жатқан бала жоқ. Кемпір болған енемен санасатын несі? Деп енесі ашуланатын. Күлім содан қулыққа көшті. Көршілердің үйін аралап, әңгімесін айтып, түс қайта үйге бірақ оралатын. Бұл кезде Замираның маңдайы тырысып, іштей енесімен ұрсып болады. Күлімде қыз бала болмады. 3 ұлды өзі ер жеткізді. Күйеуі ертеректе көз жұмған. Тым болмағанда бір қызым болғанда ғой деп армандайтын. Ұлы еркін келіншек әкелгенде енді менің қызым бар деп қуанған. Бірақ келіні ененің үмітін ақтамады. Алғашында Замираның тәрбиесіз екенін байқаған Күлім апай келінін жөнге салмақ болып ақыл айтатын. Қазір олы ақылды тыңдайтын келін жоқ. Бір сөз айтса, өзіне 2 сөз болып қайтады. Содан жұмған аузын ашпайтын болды. Енесі момақан бола қалған кезде Замира құтырып кететін. Әппәлейім, мені жеңемін деп ойлайсың ба? Мұндай кезде салиқалы Күлім, енесі құлағым тыныш болсын, баламның берекесі қашпасын деп кесірлі келінге қарсы шықпады. Биылғы көктемде келіннің аяғы ауырлағанына енесі алғашында қуанды, артынан ренжіді. Болашақта ана болады, ақылы кірер деген келіні өзін үйдің жұмысына салып қойды. Мені енді мазалай бермеңіз. Көп қимылдасам, бала түсіп қалуы да мүмкін екен. Бұл үйде тас шауып жатқан жоқсың ғой. Күйеуіңнің бір тамағы, онсыз да сиырды өзім сауамын. Қалай түсінбейсіз? Бұрындары баланы малдың соңында жүріп туғанбыз, қазіргілер құтырған. Қойшы, апа. Міне, келіні осылай аузын тағы жауып тастады. Тек еркін келерде ыңқылдап-сыңқылдап орнынан әрең тұратын. Келіннен қайран болмаған соң, кемпір байғұс томпаңдап үйдің тіршілігін өзі істейтін болды. Бүгін басының сақинасы ұстап, сиырды әзер дегенде сауды. Келініне басының ауырып тұрғанын айтып еді, Замира құлағына да қыстырған жоқ. Содан ене ашуға басты. Әу, басымның ауырып тұрғанын көріп тұрсың ғой. Мына үйді сыпырмағаныңа 2 апта болды. Осы жатқаның да жетер. Маған не қыл дейсіз?
Айналайын, шешең сені дұрыс тәрбиелемепті. Онда шаруаңыз болмасын. Осы кезде есіктен Күлімнің сіңлісі кіріп келді. Келін зып етіп бөлмесіне кіріп кетті. Ұрсып жатырсыңдар ма? Мына келін шаршатты. Күлім сіңлісіне шерін тарқатты. Қайтесіз? Маңдайыңызға жазғаны осы да. Бұларды бөлек шығарып жіберіңіз. Ойбай, ол кезде балам аш қалар. Аш қалса қасында қатыны бар ғой. Әбден сіз алдында түсіп жорғалағанға жаман үйренген. Келіннің аяғы ауыр, қиналып қалар. Онда біреуін тамағын істеп, біреуін киімін жуып отыра беріңіз. Бөлек шықса өзі үшін істейді. Содан ол кісі 2-3 күнге дейін ойланып, баласына өз ойын айтты. Келіні де бұл сөзді құптады. Сонымен не керек, бұлар ауылдағы жақсы жерлердің бірінен үй сатып алды. Бұл үйдің тіршілігінен қашқанмен өз үйінің жұмысы күтіп тұрғанын Замира ұқпаған сияқты. Жанында отырып сөйлей беретін енесінен құтылғанына қуанып кете барды. Күлім апа қазір ешкіммен санаспайды. Үйдің жұмысын келінге сілтей салатын ол жоқ. Өз қамын өзі жеп жүр. Ал бұл кезде Замира ерінсе де амалсыздан күйеуінің тамағын пісіріп, үйін жинайтын болды. Жұмыстан шаршап келген байының алдында бәрі дайын тұрмаса, не болатынын жақсы біледі. Еркектер қарны тоймайынша еш нәрсеге қарамайды. Еркін көп сөйлемегенмен, оның да бір еркектік мінезі бар. Соны білетін әйелі өзі үшін болмаса да, күйеуінен сөз естімеу үшін тіршілігін жасайды. Енесінің не себептен бұларды бөлек шығарғанын енді ұқты. Замира бұрынғыдай енесімен бет жыртысып ұрыспайды. Аптасына 2-3 рет бақылап кететін енесіне сәлемін салып, алдында шайын құйып, күтіп отырады. Енесін жақсы көріп кетпесе де сыйлайтын болды. Бәрінен де өзі босанғанда енесінің көмегі көп дейді ғой. Босанған әйелге ене керек екенін Замира түсінді. Баласының буыны қатпайынша үлкен үйге қайтадан көшіп барды. Ұлын әжесіне ұстатып қойып, өзі үйдің шаруасымен айналысатын. Күлім келінінің түзелгеніне қуанды. Кейін ортаншы ұлы үйленгенде олар өз үйлеріне кетіп қалды. Бұл келіні Құдайға шүкір, көңілінен шықты. Өзі пысық, бір тынбайды. Апайдың ендігі арманы кіші ұлына да осындай қыз кездессе дейді. Егер оқиға ұнаса, біздің каналымызға тіркеліп, лайк басуға ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге қызықтаймыз.